Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз жіптер туралы болады. Бобинный жіп деген не, моточный жіп деген не, стоковый жіп деген не, жіптің құрамын, метражын қалай білеміз, сол туралы әңгімелесеміз. Егер каналымыз қызық болып жатса, осындай ақпараттарды білгіңіз келсе, подписка жасап қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бобинадағы жіп деген ол осындай үлкен көлемде мынадай конустарға оралған жіпті бобинный жіп дейміз. Бобинадағы жіп көбінесе мынадай жіңішке болады. Барлығы бірдей жіңішке бола береді деп айта алмаймын. Жуандар да болады. Мысалы, мынау фиолетовый жібіміз розовыйға қарағанда кішкене жуандау. Немесе мынау сары жібіміз де жуандау. Ал мына көк жіп өте жіңішке жіп болады. Мына жіптің жуандығы әр жерде әркелкі. Яғни біркелкі жіп емес, бұл арнайы солай жасалған жіп. Мына кейбір жерлері жіңішке, кейбір жерлері мынадай жуан болып келген жіп. Енді моточный деген мен көп қолдана бермеймін. Моточный деген мынадай осылай дүкенде бөлек-бөлек сатылатын жіптер. Мотоктағы жіпті көп адам қолданады, көп адам біледі. Мына жерде, яғни осы жіптің аты, Ярнард деген, яғни фирманың аты, сол жіпті шығаратын. Виолет деген осы жіптің түрі. Әртүрлі жіп шығарады. Біреуі жаңағы мақтадан жасалады, біреуі жүннен жасалады. Енді бұл Ярнард Виолеттің құрамы. Құрамы мына жер 100% мақта деп тұр, хлопок деп тұр. Және метражы осы тұрғанда 50 грамында 282 метр. 50 грамда 282 метр деген осындай жіңішке болады. Бұл хлопоктан тек салфетка, сумка, сондай заттар ғана тоқылады. Және бұда мына жерінде нешінші номерлі спицы, крючок қолданатын барлығы жазылып тұр. 2,5 мм спицы, 2,5 мм крючок қолдануға болады. Мысалы, бір жемпір тоқығыңыз келсе, 400 грамм кетеді. 400 грамм жетіп қалады деп тұр. Және нәжде өтектеуге болады. Сосын страна-производитель. Турциядан шыққан екен. Стоковый жіп дегеніміз не? Стоковый жіп дегеніміз жаңағы үлкен фабрикалар бар, киім тоқиды, немесе жаңағы үйдің текстильдерін тоқиды. Мысалы, тоқыма плеттер, жемпірлер тоқиды, көйлектер тоқиды, шарф, соларды тоқып фабрикадан кейбір жіптер осылайынан артық қалып қояды. Артық қалған жіпті олар жаңағы мынау хлопок, мынау шерсть деп бөлмей, осылайынан қалдықтарын барлығын жинап, стоковый деп, яғни қалдық жіп деп, осылайынан біріктіріп сатады. Стоковый пряжа деген сол. Стоковый пряжаның ешқандай жаңағы сапасы магазиндегі жіптен ешқандай айырмашылығы жоқ. Сапасы жақсы болып келеді. Ол әрине сататын адамнан анықтап біліп алуыңыз керек. Ол ешқандай жаңағы тышқан жеп қойған, үзіліп қала беретін ондай жіп емес. Кәдімгі фабрикадан тек артылып қалған, осындай біреу кішкентай болып артылып қалады, біреу мынада үлкен болып артылып қалады. Осындайларды стоковый пряжа қылып сатады. Стоковый пряжада моточныйларды сатады, және мындай бобинный жіптерді сатады. Стоковый пряжаның магазиндегіге қарағанда бағасы әжептәуір арзан болып келеді. Оны сатушымен жақсылап келісіп, видеоға түсіріп, құрамын, жаңағы страна-производителін барлығын сұрап, солай сатып алсаңыздар болады. Мотоктағы жіптің құрамын, страна-производителін барлығын айттық. Енді мынадай бобиналық жіпте. Мысалы, мына жіпте қарасаңыз, ешқандай жазу ештеңке жоқ. Бірақ бұл қырғыздың жібі. Қырғызстаннан шығады, қасиет деген жіп.
Бұның мынадай кішкене крапинкалары бар, мынадай қызыл көріп тұрсаңыздар. Және бұның құрамында мақта бар. Өйткені мен бұлмен жемпір тоқыдым. Кәдімгідей ауыр болды. Бұны көп қабаттап жіберіп, кәдімгідей ауыр болып кетті. Енді басқа жіптерді көрейік. Мына қара жіптің ішінде жазуы бар екен. Италия деп тұр. Бұнда мен Стоквейден алғанмын. Және мына жерде құрамы жазылып тұр. Лана деген бізде жаңағы шерсть, жүн, 20% вискоза бар екен, және акрил бар. Мына жерде неше процент екені көрініп тұрған жоқ. Яғни құрамы әртүрлі жіп. Арт фризи деп жазылып тұр. Арт деген яғни мына жіптің атауы, жаңа жерде виолет деп жазылып тұрды ғой. Осындай атауы. Ал шығарған фирманың аты мынау Лаго деп жазылып тұрған осы фирма. Осы жіпті шығарған фирманың аты. Мына екеуі бір жіп. Мына уже таусып қалған. Негізі бұл өте мынадай үлкен болып келеді. Мынадан да мен біраз нәрсе тоқығанмын. Бұл жіп Турциянікі. Иплик деп тұр. Және мына жерде акрил деп тұр. Яғни бұның құрамы 100% акрил. Және мына жерде түсі вила деген, яғни виловый. Мынау да дәл сондай түріктің жібі. Бұның қағазы түсіп қапты. Бұнда да дәл жаңағыдай қағаз болған. Және түсі сары деп жазылып тұрды. Иплик жаңағы түріктердің жібі. Мына жіп. Бұны да Стоквейден сатып алдым. Аты Канеллино. Бұның құрамы, ештеңесі жазылмаған. Стоквей жіптен Италияның жіптерін алған өте тиімді. Өйткені біздегі дүкендердегі Италияның жіптерінің бағасы өте қымбат. Мынау Италияның Лоро Пиано деген жібі. Лоро Пиано деген үлкен фабрикасы бар. Blue деп тұр, яғни түсі. Яғни 100% КО деп тұр, яғни коттон. 100% бұл мақтадан жасалған жіп. Сток сөзі ағылшынның сток, қор, яғни запас деген сөзі. Бұл жіптер дүкенде белгілі бір түсінің саны шектеулі қалғанда осылайынан жарты бағасына төмендетіліп сатылады. Бұл сапасы кеткен жіп емес, тек керекті түстің өте аз қалғаны. Бұл жіпті тағы да бюджеттік жіп деп те атайды. Оларға көптеген скидкалар, акциялар, распродажалар жүріп отырады. Сток жібінің тағы да плюсы, сіз тек қана төмен бағамен алмайсыз. Мысалы, Италияның атақты фирмаларының жіптерін, өте керемет жоғары сапалы жіптерді алып қолдану мүмкіндігіне ие боласыз. Бобиналарда жіптің құрамы қысқартылған латын әріптермен белгіленеді. Мысалы, 100% КО деп тұрса, яғни ол 100% мақтадан. Яғни тек қана мақтадан тұрады құрамы. Ал аралас құрамдарда болады, ол жерде әрқайсының пайызы жазылып тұрады. 20% акрил, 20% вискоза, 30% мақта, 20% лана, яғни жүн. Сондай көптеген құрамдар бірге араласып жасалған жіп болуы мүмкін. Жіптің құрамы жайлы анықтама ақпаратты осы жерде қалдырып кетемін, керегін скрин жасап алсаңыздар болады. Бобиналық жіптің метражы 2/28 деп тұрса, мысалға, ол жіп 2 тіннен тұрады, және 100 грамда 2800 метр бар деген сөз. Осыны біз 2-ге бөлеміз, яғни 2-ге бөлген кезде бізде ол 1400 метр болады. 100 грамда 1400 метр. Бұдан бөлек 3/18 деп тұрса, яғни бұл жіп 3 тіннен қабатталып, оралып, иірілген жіп болады. Онда 100 грамда 1800 метр деп тұрады. Оны біз 3-ге бөлеміз, сонда 100 грамда бұл жіптің ұзындығы 600 метр болады. 5 тіннен қабатталған жіптер сәйкесінше 5 бөлу, мысалға 1500 деп тұрады. Оны біз 5-ге бөлеміз, яғни бізде 100 грамда 1500 метр емес, сонда 500 метр болады.